Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда математика 6 сынып көптен күткен 3-тоқсандағы ТЖБ видеосы. Сондықтан достарыңызға осы видеоны міндетті түрде жіберіңіздер, оларда жақсылап дайындалсын. Каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны қосып, пікір қалдырыңыздар. Әр сұрақ сайын өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Мен барынша жауап беруге тырысатын болам. Сонымен қатар, өзімнің онлайн платформам бар екен айтып келіп отыр. Барлық тақырыптарын түсіндіру видеосы осы жерде. Мінекей сұрақтар тізімі, ТЖБ-да келетін сұрақтар 7 сұрақ, дәл осындай келмеуі мүмкін, бірақ осыған ұқсас әлбетте келеді. 3-тоқсандағы маңызды деген тақырыптардың барлығына бір айнымалысы бар, сызық теңдеулерге байланысты, симметрия өсіне, теңсіздікте, модуль теңдеулерге, сосын кейін мынау ағысқа байланысты мәтін есептер, жылдамдыққа байланысты, теңсіздіктер тағы да, сосын мынау координаталық жазықтыққа байланысты болмақ. Осындай 7 сұрақ, 7 тақырып деп те айтсақ болады, ең маңызды деген осы 90-дағы. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бастайық. Бірінші сұрақ. Берілген теңдеулердің қайсысы мәндес болып табылады дейді. Мәндес дегеніміз жауаптары тең деген сөз ғой. Біз бірінші А, Ә, Б, В деген 4 теңдеуді де шешіп, сол жауаптары бірдейлерін теріп аламыз. Мәндес дегеніміз сол жауап бірдей, жауаптары тең деген теңдеулер таптап тұр ғой. Мысалы А деген жаңағы неге қарайық, есепке қарайық, мысалы x минус 6, сосын барып x плюс 6 тең болады 0. Бұндай екі жақша бір-біріне көбейтіліп тұрса, теңдіктің оң жағында 0 тұрса, мына жақшаларды жеке-жеке 0-ге теңестіріп аласың. Мінекей. Сонда бір жауабы 6, бір жауабы минус 6 болады. Яғни бұл теңдеудің екі жауабы бар деген сөз ғой. Біреуі 6, екіншісі минус 6 дегендей. Енді Ә деген теңдеуге қарайық. 2 көбейтілген x плюс 6 тең болады 18. Мына көбейтілген 2 бөлу болып 18-ге барады. 18 2-ге бөлетін болсақ 9. Сосын 9-дан 6-ны азайтатын болсақ 3. Мінекей Ә теңдеуінің жауабы 3. Әзірге мынау екі теңдеудің жауаптары бірдей емес екен. Көрдіңіздер ме? А теңдеуінің жауаптары 6-да минус 6, ал Әнікі 3. Сондықтан олар бір-біріне мәндес емес, әртүрлі жауаптар. Енді Б. 2x тең 6, 6-ны 2-ге бөлетін болса 3. Мінекей Ә және де Б теңдеулерінің жауаптары 3 болып тұр. Бір-біріне тең болып. Сондықтан осы Ә мен Б-ны бір-біріне мәндес дейсіздер, яғни бұл жерде Д жауабы болып тұр. В теңдеуін әрине көре салайық. Қанша шығады екен? X минус 6 тең болады 9. Минус 6 плюс 6 болып барады, 9-ға 6-ны қосатын болсақ 15. Бұл басқаша. Сондықтан жаттап алыңыздар, мәндес теңдеулер тап дейтін болса, барлық теңдеу шешесіздерді жауаптары теңдерді. Жауаптары бірдейлерді теріп жатсыздар. Бұл біздің жағдайымызда Ә мен Б болып тұр, Д варианты болып тұр екен ғой. Мінекей осылай. Түсінікті болса комментарийға жазайық. Әр есеп сайын жазып отырыңыздар. Ағай, бірінші есеп түсінікті, екінші есеп түсінікті деген секілді. Сосын кейін достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, оларда ТЖБ-ға жақсылап дайындалсын. Екінші сұрақ. Берілгендерінің ішінен симметрия өсі жоқ фигураларды таңдаңыз. Симметрия өсі дегеніміз не? Фигураны қандай да бір қақ бөлген кезде, екіге бөлген кезде екі жағындағы фигуралар бір-бірінен тең болуы тиіс. Мысалы, қарапайым жүректі салатын болсам, былай қарай. Бұның симметрия өсі бар. Былай бөлетін болсаңыздар, екі жағы бір-біріне тең болады. Түсінікті ма? Симметрия өсі дегеніміз осы. Бірінші суретке қарайықшы, балалар. Бірінші суретті былай қақ ортасынан бөлетін болсам, екі жағы бір-біріне тең. Бұл фигураның симметрия өсі бар. Мысалы, Е деген суретке қарайық. Оны да былай бөлетін болсам, екі жағы бір-бірімен тең болып тұр. Бұның да симметрия өсі бар. Д суретіне қарайық. Ортасынан бөлетін болсам, тағы да екі жағы бір-бірімен тең болып тұр. Бір-бірімен беттеседі. Екі жағы бір-бірімен тең. Бұнда симметрия өсі болып тұр. Ал мынау Б суретіне қарайтын болсаңыздар, қалай бөлсеңіздер де екі жағы бір-біріне тең болмай тұр. Екіге бөлініп тұрған фигура. Түсінікті ма?
екі жағы. Сондықтан бұл осы V суретін біз тең емес дейміз. Ой, жаңағы симметрия өсі жоқ деп айтамыз. С суретіне қараңыздар. Бұл жерде де осы фигураны қалай бөлсеңіздер де симметрия өсі болмайын деп тұр. Сағаттың тілдері әртүрлі ғой. Былай бөлетін болсақ, мысалы, мүмкін болатын еді симметрия өстерді, стрелкалары бірдей болғанда. И F суретінде де сондай. Ешқандай симметрия өсі бұл жерде болмай тұр. Былай бөлсеңіздер, бір стрелка біреу төмен қарап тұр, біреу жоғары қарап тұр. Былай бөлсеңіздер де келмейді. Сондықтан мінекей өздеріңіз қандай фигуралар келеді, соған қарайсыздар. Ортасынан бөлген кезде екі жағы тең болатын фигуралар, ол симметрия өсі бар фигуралар. Қалай бөлсеңіздер де екі жағы бір-бірінен тең болмайтын болса, ол симметрия өсі жоқ фигуралар. Түсінікті айттым деп ойлаймын. Комментарийға жазайық, келесіне өтейік. Үшінші сұрақ. Мына теңсіздіктердің қос теңсіздік түрінде жазыңыздар дейді. Так, бірінші берілген теңсіздік 7 кіші 15 және де 15 кіші 20. Бұны қос теңсіздік түрінде жазу үшін 15-ті өзі айтып тұр ғой. 15 7-ден үлкен дейді, және 20-дан кіші дейді. Осы қайталанып тұрған санды ортасына жазып қоямыз ғой, мінекей. Болды. 15 7-ден үлкен, жаңа кіші деп айттым ба, 15 7-ден үлкен, бірақ 20-дан кіші дегендей. Енді есебіндегі мысалға қарайық. Бұл жерде -1-ді үлкен дейді -5-тен, сосын -1-ді кіші дейді 0-ден. Қайталанып жатқан санды ортасына қойып қоясыздар ғой. Бізде қазір -1 саны қайталанып жатыр. Демек, -1-ді ортасына қойып қоямыз. Так, оны неден үлкен деп жатыр? -5-тен үлкен деп жатыр. Демек, -5-ті сол жағына, 0-ден кіші деп жатыр, яғни 0-ді оң жағына жазып қоямыз. Болды. -1 -5-тен үлкен, бірақ 0-ден кіші деп осындай қос теңсіздік түрінде жазамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын, өте қарапайым тапсырма. Достарыңызға осы видеоны міндетті түрде таратып жіберіңіздер. Олар да дайындалсын тәжірибеге. Келесіне өтейік. Төртінші сұрақ. Катер өзен ағысымен 3 сағат жүрген жолды ағысқа қарсы 4,5 сағат жүрді. Катердің меншікті жылдамдығы 25 км сағат болса, онда өзен ағысының жылдамдығы қандай дейді. Так, катер өзен ағысымен 4 сағат. Бұл жерде берілген жазатын болсақ, сағат уақыт бізде Т-мен белгіленеді. Т 3 сағат және де 4,5 сағат. 4,5 сағат. Мінекей. Енді біз 2 Т болғандықтан біз біріншісін Т1, екіншісін Т2 деп алайық. Т1 ағыспен деп жазып қояйық. Ағыспен. Ал 4,5 сағат ағысқа қарсы жүзді. Ағысқа қарсы. Жазуым кішкене түсініксіз шығар, бірақ тыңдап отырсаңыздар түсінікті. Просто паузаға қойып қарайтын болсаңыздар, түсініксіз. Бірақ тыңдап отқандарға әрине түсінікті болады. Солай емес па, балалар? Енді катердің өзінің жылдамдығы бар, меншікті жылдамдығы В, М деп қойсақ болады, меншікті деген сөз. 25 километр бөлінген сағат. Онда өзен ағысының жылдамдығын табыңыздар дейді. Ағысының жылдамдығын сұрап жатыр. Демек, ВА деп қойсақ болады. Оны енді не істейміз? Оны қалай табамыз? Бізде енді жаңағы өзен ағысымен 3 сағат жүрген жолда ағысқа қарсы 4,5 сағат жүрді дейді. Ағыспен жүрген жолда, ағысқа қарсы жүрген жолда ол екеуі бір-біріне тең болып тұр. Бірақ ол арақашықтықты бізге айтпады. Қандай арақашықтық екен? Мінекей. Мына осы арақашықтық туралы әңгіме болып жатыр. Өзеннің ағысы былай қарай, өзеннің ағысы оңға қарай. Осы былай қарай 3 сағат жүрген, бірақ керісінше 4,5 сағат, яғни 4,5 сағат жүрген. Осы белгісіз S болып тұр бізде. Көбінесе балалар есеп салған кезде белгісіз нәрсені теңестіреміз ғой. Барған жағдайда да S1,
қайтқан жағдайда дағы S2 екеуі бір-біріне тең болып тұр. Міне әңгіме осыдан басталады. Дұрыс қой, барсақ та бір километр жол жүрдік, бір қандай да бір белгісіз. Қайтқан кезде де бір белгісіз сол километр жол жүрдік. Енді формулаға саламыз. S дегеніміз V көбейтілген T емес па? Яғни V1 көбейтілген T1 болады. Мына жақта V2 көбейтілген T2. Мінекей, енді S1 дегеніміз жаңа B деп белгілеп атқанымыз жаңа не ғой? Ағыспен жүргенде ғой, T1-дің орнына 3-ті қоям. V1 T1-дің орнына 3 қоям. V2 T2-ның орнына мен 4,5-ті қоям. Так, әзірге түсінікті. Енді V1 деген ол қайсысы? V1 деген ағыспен жүрген жол. Ал ағыспен жүретін болса балалар, қазір видеоны пауза қойып комментарий жазыңыздаршы. Ағыспен жүрсек жылдамдығымыз арта ма, әлде кемейді ма? Жылдамдығымыз әрине балалар артады. Яғни қосамыз. Кімнің? Меншікті жылдамдығына ағыстың жылдамдығын екен қосамыз. Ал V2 ол екінші жағдай қайтар. Яғни ағысқа қарсы жүрген жол. Ағысқа қарсы жүретін болса жылдамдығымыз балалар кемейді. Яғни меншікті жылдамдығынан ағыстың жылдамдығын азайтып тастаймыз балалар. Болды, сонда VM, яғни мына жерге 25 қоямыз. Ал VA бізге белгісіз болып атқанда X деген әріппен белгілей салайық. Яғни мына жерден бастап ол X бола салсын. Түсініп тұрсыздар ма? VM тағы да 25 азайтылған X болады 4,5. Болды, міне осы қарапайым бір теңдеуді шешу керек. Мына жерде көбейтілген 3 теңдіктің оң жағына бөлу болып барады. Ал 4,5-ті 3-ке бөлетін болса 1,5 болады. Демек, 25 қосылған X тең болады 25 азайтылған X көбейтілген 1,5. Сонда 25 қосылған X тең болады 25-ті көбейтеміз 1,5-ке. 25-ті 1,5 көбейтетін болсақ, 25 көбейту 3 бөлінген 2 деп қойсақ болады. Сосын барып 1,5x тағы да 3 бөлінген 2x. Мінекей жақшаны аштым ғой, енді жеке-жеке көбейттім. Жеке-жеке көбейттім. Так, енді теңдеуімді 2-ке көбейткім келіп тұр, мына бөлімдегі 2-ден құтылу үшін. Сол кезде бәрін 2-ке көбейтеміз, мынау 50 болады, мынау 2x болады. Мына жерде 25-ті 3-ке көбейтеміз 75 болады. Мына жерде 2-мен 2 қысқарады, 3x қалады. Минус 3x плюс x болып келеді. 2x-қа 3x қоса 5x. 75-тен 50-ді азайтатын болса 25. 25-ті 5-ке бөлетін болсақ 5. Демек, x-тің мәні 5. Жаңағы біздің сұрап атқан V ағыстың жылдамдығы 5 километр бөлінген сағат деген сөз. Міне балалар, осылай түсінікті болды деп ойлаймын. Осы белгісіз нәрсені теңестіру арқылы шығатын есеп. Жалғастырайық. Бесінші сұрақ. Теңдеуді шешіңіз дейді. Модуль теңдеу берілген, бірақ бұл жерде ерекшелігі модульдер екеу. Модульдің ішінде модуль орналасқан. Қалай шығаратын қараңыздар. Так, 2x плюс 3 бұл модуль таңбасының ішінде, азайтылған 2 бұл да модуль таңбасының ішінде тең болады 5. Біз қазір мына сыртында тұрған бірінші модуль таңбасынан құтыламыз. Осы модуль таңбасын алып тастаймыз. Сыртындағы бірінші қабатты. Сол модульді алып тастағанымыз үшін 5-тің алдына плюс және минус таңбаларын қоямыз. Сосын кейін осы теңдеуіміз 2-ге бөлінеді. Яғни 2x плюс 3 модуль таңбасы минус 2 плюс 5 деген жолын шығарамыз. Сосын 2x плюс 3 минус 2 минус 5 деп осындай 2-ге бөлініп кетеді теңдеуіміз. 2-ге бөлініп кетеді. Көрдіңіздер ма? Плюс 5 және минус 5 болғандаған. Енді мынау сол жақтағы плюс 5 болғандаған шығарайық. 2x плюс 3 5-ке 2-ні қосатын болса 7. Тағы да модульден құтыламыз, яғни модуль таңбасын алып тастаймыз дағыны 7-нің алдына плюс минус таңбасын қоямыз.
тағы да 2-ге бөлінеді теңдеуіміз. 2x плюс 3 7-ге және 2x плюс 3 минус 7 деген осындай 2 таңбаға бөлінеді. 2 теңдеуге. Түсіндіңіздер ма? Так, сонда мына жерде 2x 7-ден 3 азайтатын болса 4, 4-ті 2-ге бөлетін болса 2. Мына жерде 2x минус 7 плюс 3 минус 3 болып барады. Минус 7 минус 3 дегеніміз минус 10. Минус 10-ді 2-ге бөлетін болсақ минус 5 болады. Мінекей 2 және минус 5 болады. Мына жерде 2x плюс 3 минус 5 плюс 2 дегеніміз минус 3 болады. Модуль бізде егерде теріс таңбаға тең болып қалатын болса, жауабы жоқ дейміз. Көрдіңіз бе? Модуль, егерде модуль есепте теріс санға тең болып тұратын болса, ол мүмкін емес. Модульді бізде әрқашанда оң таңбалы сан шығады. Бұл теңдеудің жауабы жоқ дейсіз. Сонда бізде 2 жауап бар. Минус 5 және 2. Минус 5 және де 2. Мінекей. Егерде мына жерде оң таңбалы сан болғанда, онда бізде тағы да 2 жауап шығатын еді, 4 жауап болатын еді. Соны түсіндірсіздер ме, балалар? Қазір бізде 2 жауап. Мінекей, балалар, түсінікті болса комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер, олар да жақсылап дайындалсын. Келесіне өтейік. Алтыншы тапсырма. Теңсіздікті kx үлкен b түріне алып келіңіз. Мұндағы k және b бүтін сандар. Мынау теңсіздікті шешіңіздер деп жатыр, бұл жерде ешқандай ондай не жоқ. Просто теңсіздік жазасыздар. 4 қосылған, қазір сары әдемірек көрінбейді ма? 4 қосылған 7x азайтылған 3 бөлінген 5 үлкен дейді 3x қосылған 5 бөлінген 4 азайтылған 3x бөлінген 2. Мен бірінші бөлімдегі сандардан құтылып болуым керек. Яғни 5, 4, 2 деген сандарды жою үшін мен бұл теңдеуді 20-ға көбейтем. Мына 4-ке 20-ның өзі барып көбейтіледі. 20-ны 5-ке бөлетін болса 4, 24-ке бөлетін болса 5, 22-ке бөлетін болса 10. Толықтауыш көбейткіштердің төбелеріне жазып қоямын. 20-ға 4-ті көбейтетін болсақ 80 қосылған. Енді мен 4-ті мына жерде 7x минус 3-ке көбейтемін. Түсіндірсіздер ғой, ал 5-ті 3x плюс 5-ке көбейтем. Ал 10-ды 3x-ке көбейтетін болса 30x-ті бірден жазылайық. 80 қосылған, жақшан ашамыз. 4-ке 7x 28x, 4 жүре 12, 15x қосылған 25 азайтылған 30x. Мынау теңсіздіктің белгісін бірінші жазып аламын, көріп тұрсыздар ғой теңсіздіктің белгісін. И сол жағына x-тарды жинаймын, яғни 28x бар бізде. Мынау минус 30x-ті плюс 30x қылып әкелем. Сосын плюс 15x-ті минус 15x қылып әкелем. Түсінікті. Енді оң жағына сандар жинаймын. Оң жағында итакта бізде 25 тұр. И бізде минус 12 плюс 12 болып келеді. Плюс 80 минус 80 болып келеді. Болды. Так, 30-дан 15-ті азайтатын болсақ бізде 15 қалады. Ол сосын 28-ге 15-ті қосу керек. 30, 13, 43 болып тұр, Мінекей. Енді мына жерде не болып жатыр? 25-ке 12-ні қосамыз, болады 37. 37 азайтылған 80 болып тұр ғой. 37 азайтылған 80. Мына жерде бізде x-іміз бар айтпақшы. Сонда 43x үлкен 37-тен 80 айтамыз. 80-нен 30 айтсақ бізде болады 57-тен 43, минус 43 болып тұр ғой, минус 43. Сонда минус 43-ті 43-ке бөлеміз, болады минус 1. Байқадыңыздар ма, мына жерде көпірден оң таңбалы сан өтті, сондықтан теңсіздік өзгермейді. Егер мына жерде 43 минус болғанда, минус 43 өткенде былай қарай теңсіздіктің таңбасы өзгеретін еді. Міне балалар, болды. X үлкен минус 1-ден, яғни кесін дейтін болсақ, минус 1-ден оңға қарай бояйымыздағына, жауабы минус 1-ден плюс 8-ге шейін деп жазасыздар. kx плюс b түріне келтіру деген осы. К-ның орнында 1 тұр, b-ның орнында минус 1 тұр. Түсінікті болды ма, балалар? Комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Ұнаса видео лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесіне өтейік.
Жетінші сұрақ. Координаталық жазықтықта А, Б, С және Д нүктелерін белгілеңіз. А, Б және С-ді түзулерін жүргізіңіз. А, Б және С-ді түзулерінің қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз дейді. А, Б түзуінің абсцисса осімен қиылысу нүктесінің координаталарын табыңыз. С-ді түзуінің ординат осімен қиылысу нүктесінің координаттарын табыңыз дейді. Бұл тапсырманы орындау үшін бізге Декарт координаталар жүйесі керек. Яғни мен дайындап қойдым мінекей. Бізге 8-ге дейінгі сандар жеткілікті. Түсінікті ғой? Мынау x өсі, абсцисса өсі деп айтылады, жаттаңыздар осыны. Мынау y өсі, яғни ордината өсі деп айтылады. Мына нүктелерді осы жерде салайық. Яғни А-ның координатасы 6-да 6, Б-ның координатасы -2-де 2, С-ның координатасы 4-де 1, Д-ның координатасы -2-де 4. Так, А, Б және С-ді түзулерін жүргізу керек. А, Б нүктелерін тауып, екеуін қосу керек. Мен қызылмен белгілеймін біріншісін. Бірінші әрқашанда x-тің мәні жазылып тұрады. Екінші әрқашанда y-тің мәні жазылып тұрады. Бұлар білесіздер ғой, міне x-тің және y-тің. Так, енді x-іміз 6 дейді. X-тің бойынан, x өсінің бойынан 6-ны іздейміз. Мінекей 6 көрініп тұр. Менің қаламым көрініп тұр деп ойлаймын осы жерде. И y-те 6 екен. Сол 6-тан бастап y-тің 6-сына шейін жүресіздер ғой, бүйтіп. Түсіндірсіздер ме? Бүйтіп. Мінекейіңіздер. X-тің және y-тің 6 деген сандар жолыққан жер. Осы бізде А нүктесі. Келесі Б нүктесі. X-тің бойынан -2-ні іздейміз. X-тің бойынан -2, мінекей -2. Y-тің бойынан 2-ні іздейміз. Бүйтіп 2. Міне. X-тің -2-сі мен y-тің 2 деген нүктелерінің қиылысуы. Осы біздің Б нүктеміз. Дәл қазір сіздер нүктенің координатасын кескіндеу дегенді қайталадыңыздар, Бұны осы қызыл енді әдемі көрінбейді онша, бірақ жарайды. Міне. Қызыл әдемі көрінбесе де анық көрінсін деп сіздерге салдым. Сіздер қызылмен салмайсыздар, енді қара қандашып саласыздар ғой. Так, енді бізге С-ді түзуін жүргізу керек. Мен оны көкпен жүргіземін. С нүктесінің координатасын қараңыздар. X-і 4, Y-і 1. X-тің бойынан 4-ті іздейміз мінекей, Y-тің бойынан 1-ге шейін барамыз. Міне. Түсіндіңіздер ме? Демек, біздің С нүктеміз осы болғаны. Д нүктесіне қараңыздар. X-і -2, мінекей Y-і 4 дейді. Y-і 4 болса, жоғары қарай, -2-ден жоғары қарай, 4-ке шейін. Міне. Балар, нүктенің координатасын дұрыс табу өте маңызды. Д. Осы екеуін қосасыздар, сызғыштың көмегімен екеуін қосасыздар, мінекей. Болды. Енді бірінші сұрақ. Не сұрап отыр бізден бірінші сұрақта? А, Б және С-ді түзулерінің қиылысу нүктесінің координаттарын табыңыз дейді. Қай жерде қиылысып тұрған қарасаңыздаршы. Көрсеңіз, қай жерде екі бір-бірімен жолығып тұр? Қызыл және көк түзулер қай жерде жолығып тұр? Мен бұлай көрсетсем анық бола ма? Міне мына жерде жолығып тұр екеуі. Ал бұл нүктенің координатасын қалай жазамыз? Қиылысу нүктесіне бір ат беріп қойсаңыздар болады. Бермесеңіздер де болады, мысалы какой-то К нүктесі деген секілді. Мына нүктесіне қиылысқан жеріне бір К деп қойсаңыздар болады. К. Ау К болсын қиылысқан жері. Демек К, яғни қиылысу нүктесінің координатасы қалай? Егер де балалар көріп байқағандарыңыздай, ол бізде ординатаның үстінде жатыр, Y өсінде жатыр. Яғни 3 болып тұр. Y-тің орнына 3 қойып қоямыз. Ордината өсінде Y-тің бойында жатқаннан кейін оның X-і 0 болады. Көріп тұрсыздар, X-і 0 мына жерде басталып тұр. Міне. Егер X-тің бойында жатса, онда Y-і 0 болады, ал Y-тің бойында жатса, онда X-і 0 болады. Осыны түсініңіздерші, міне. Келесі сұрақ, сұрағы. АБ түзуінің абсцисса өсімен қиылысу нүктесінің координаттарын табыңыз дейді. Мен АБ түзуі дегеннен кейін АБ кесіндісін салып қойыппын ғой, бақаңыздар ма? Енді маған түзу салу керек. Яғни бұлай созу керекпін ғой, созу керекпін. Міне. Сызғыштың көмегімен просто до конца созам, түзу болғаннан кейін. Или бұлай созсам да болады. Әдемілеп созайын қазір. Міне кейіңіздер. Осылай әдемі көріне ма? Абсцисса деген X-тің бойымен қиылысқан жері ғой, мынау X-тің бойының қай жерінде қиылысып жатыр деп сұрап жатыр. Байқасаңыздар, міне мына нүктеде қиылысты. Көрдіңіздер ме? Осы нүктеде қиылысты. Оған да бір ат берсеңіздер болады нүктеге, или бермесеңіздер де болады. Мен бұл нүктені давайте Т деп қойыншы. Т.
или е. Абсцисса өсме қиылысу нүктесі е болсын. Бұл е нүктесінің координаты. Жаңа айттым ғой сіздерге, x-тің бойында жатса, -6 деген нүктеде жатыр ғой міне. X-тің бойында жатса, онда y-і 0. Вот. Осындай. Енді CD түзуінің ординат өсімен қиылысы нүктесінің координаттарын табыңыз. CD түзуі міне, ол ординат пен y пен мынау жаңағы біздің өзіміздің 0,3 нүктесінде қиылысып тұр. Бұл сұрағының жауабы ол да к ғой, жаңағы 0,3 деген. Абсцисса десе қызығырақ болады. Неде? Абсцисса мен қиылысатын нүктесін көрейікші. Былай созатын болсақ, тағы да 6 бойын деп тұр екен, көрдіңіздер ме? Бірақ ординатпен сұрады, сондықтан жаңағы нүктеміз болады. Міне балалар, осындай. 7-ші сұрақ өте қызық, есеп тапсырмалар түсінікті. Ең бастысы дұрыс бірлік кесінділердің арақашықтығын дұрыс сақтап сызатын болсаңыздар, нүктелердің координаттарын дұрыс табатын болсаңыздар, ары қарай оңай сызғыштың көмегімен қосып жібересіздер де қиылысу нүктелерін табасыздар. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осы. Кім дәл қазір видеоны көріп отыр, ағай мен соңына дейін қарадым деп жазсаңыз қуанып қалушы едім. Енді сізге тек видеоны достарыңызға тарату ғана қалды, сонда өте күшті болушы еді. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, қоңырауша қосыңыздар, пікір қалдырыңыздар, видеоны таратыңыздар. Сіздермен болған Заңғар ағай, қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше.